Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге тез оңай дәмді арнасы. Бүгін біз осындай дәмді, өте тез оңай дайындалатын кокос печеньесін дайындаймыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер осы рецептпен. Бізге небары 3 ингредиент қажет болады: жұмыртқа, қант және кокос ұнтағы. Кокос ұнтағын кез келген азық-түлік дүкенінен немесе кондитерлік дүкенінен табуға болады. Алдын ала дайындап қойған ыдысымызға жұмыртқаларымызды жарып, құйып аламыз. Енді видеода көрсетілгендей жұмыртқаларды жақсылап араластырып аламыз да, оған қант қосып тағы да араластырамыз. Мінекей бізде осындай сұйықтау масса шықты. Енді бұл массаға дайындап қойған кокос ұнтағын қосып тағы да араластырамыз. Бәрі дайын болды. Енді печенье пісіретін тақтайымызға пергамент қағазын төсеп, осындай формада печеньеларды жасаймыз. Печеньелардың формалары дайын. Печенье өте дәмді, Рафаэлло тәріздес болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.